Экстремизмнің соңынан кімдер ереді? Экстремизмнің басты мақсаты қоғамға іріткі салу. Оның жетегіне түскендер айналасына адасушылық уын сеуіп жүрміз деп ойламайтын өкінішті. Деструктивті діни ұйымдарға баратындардың жан дүниесінде мынадай өзгерістер аңғарылады. Діни соғыр сенімнің шынайылығына сенеді. Ата-аналарға деген қарым-қатынастарында өшпенділік пайда болады. Оқудан, жұмыстан, дәрігерге қаралудан бас тартады. Газет, журнал оқып, ән тыңдап, телеарна көруден жиіркенеді. Кемінде 3-4-5 сағат қана көз шырымын алады. Тұйықтала түседі. Достармен араласпайды. Аяушылығы төмен, айналасындағы өзгерістерге міз бақпайтын сезімсіз болады. Сынала беніп, батпандап шығуы қиын жат ағымдардың идеясы көбіне жеткілікті деңгейде білім алмаған, өзіне сенімсіз, өмірдің ақ қарасын ажырата алмайтын саналарға ауыз салады. Жалпы Қазақстанда байқалатын нәрсе осы экстремизм соңында кеткен жастардың басым бөлігі қазақ тілінен мақұрым, қазақ тілін нашар білетін, қазақ әдебиетін, қазақ мәдениеті мен дәстүрін өте әлсіз немесе мүлде білмейтіндер. Яғни рухани іші қуыс сондай жастар жетегінде кетеді екен. Яғни бұған төтеп берудің тағы бұл жолы өзіміздің ұлттық сана сезімімізді, ұлттық болмысымызды, философиямызды жеткізу мәселесі, бағанағы жиі айтатын рухани жаңғыру. Осында бәлкім осы мәселемен айналысатын болса, жаңағы біз айтып отырған идеологиялық рухани балама пайда болады. Адамның ішкі, әсіресе жастың буыны қатпаған, ішкі иммунитеті, соған қарсы тұру, соны қабылдамау, соның жетегінде кетпеу қауқары пайда болады. Өз ұлтының асыл құндылықтарымен сусындаған, ата-баба тәрбиесімен құндақталған ұрпақ ешқашан теріс ағымдардың жетегіне ермейді. Обал мен сауапты, ар ұятты ұғынған бала ешқашан біреудің ала жібін аттамайды. Есіңізден шығармаңыз. Зерттеулерге сүйенсек, қазірде Қазақстанда жасырын жұмыс істейтін жат ағымдардың тобын көбіне жалған діни және қылмыстық негіз бойынша біріккен адамдар құрайды. Олардың көпшілігі ұрлық, адам өлтіру, зорлау, ұрып соғу бойынша бұрын сотталғандар немесе қылмыс әлеміне қатысы барлар. Ойланыңыз, экстремизмнің ақыры қап-қара түнек. Сайырлы қоғамда лайықты өмір сүр.